сөйлеп бөліп жатсам менің видеом басылмаған екен ғой, оказывается. Так, мен қайтадан енді бастан бастап айтамын. Барынша камераға қарап сөйлеуге тырысамын. И паразит сөздерді қолданбауға тырысамын. Уже қолданып отырмын. Ладно, бастайық. Қазір белсенді өмір сүру позициясы және бақылаушы, тыңдаушы позициясы туралы айтамын. Бұл идея маған қайдан келді? Кеше құрбыммен сөйлескен кезде ол өзінің жігітімен сөйлескен туралы айтып жатыр маған. И жігітімен сөйлескенде ол тыңдаушы позициясына болғысы келмейтінін айтты. Өйткені тыңдаушы позициясында болған адам міндетті түрде кім сөйлейді, сол доминант болады. Ал ол ол өзі доминант позициясында болған қалайды деймін ба. В общем, мағына ода емес. Соған қарап мен өзіме қойып көрдім сол ситуацияны. И мен әрқашан тыңдаушы позициясындамын. Мен құрбыларыммен кездескенде де міндетті түрде мен просто өзім айтқаннан көрі мен тыңдап қайтамын. Жиын отырыстарда да мен өзім іс әрекет жасағаннан көрі жиын отырыс болсын, жалпы өмірде болсын, басқа адамдардың іс әрекет жасағанына қарап отырамын. Мысалы, біреулер ортаға шығып кринж бір іс әрекеттер жасайды, жұртты күлдіреді, өзінің ойын ашық айтуға қорықпайды, бәрібір айта береді. Вот мен ондай позицияда емеспін, мен тыңдаушымын, мен бақылаушымын. Сәйкесінше мен өзімді өмір сүріп жатқан жоқ сияқты сезіндім. Сосын бұл нәрсені нақты талдап көрсеткен Альберт Сайфиннің бір видеосы бар. Мен ол видеоны описанияға жазып қалдыра саламын. Вряд ли оны біреу көреді, но все-таки қалдырғаным дұрыс. Енді жалғастырайық. Бұл нәрсені тағы қайдан байқауға болады? Мен жұмыс істеп отқан кезде, мен қазір жұмыс істеп отырмын, удаленный жұмыс жасаймын ғой. Жұмыс істеп отқан кезде ұйықтап қалмас үшін One Piece қосып қоямын. One Piece, если что, аниме, білмеймін, короче. Сол қосып қойып қарап отырмын. Сол жерде главный герой Луфи, ол пират, соның басына 3 миллион ақша тігілген кезде оның ауылдастары қуанып, біз сондай бала тәрбиеледік, біз сондай әлемді шайқайтын адам біздің ауылдан шықты деп, соны тойлап қуанып ішіп отыр. Мен бұл жерде қуанбасын деген мағынада емес, қуанбасын деген мағынада айтып жатқан жоқпын. Қиналып кеттім ше, мынаны түсіндірем деп, ойымды жеткізем деп әбіршіп кеттім ғой. Бұл жерде айтқым келгені, сол ауылындағы тойлап жатқан кез келген адам Луфидің орнында әлемді шайқайтын адам бола алатын еді. Луфи ол пират, кішкентай подростық кезінен пират болған. Оның басынан неше түрлі оқиғалар, қиын, қызықты, әртүрлі оқиғалар өтті. Ол сол оқиғаларды бастаушы, аяқтаушы болды. Сол оқиғаның ішінде белсенді әрекет етуші, белсенді өмір сүруші болды. Яғни сол ауылдағы тойлап жатқан адамдарға қарағанда Луфидің өмірі әлде қайда қызықты, белсенді, болды, сөз қорым таусылды. Солай айтайық. Яғни кез келген адам, мен ойларымның бәрін жоғалтып алдым. Честно, айтқым келген ойларымның бәрін жоғалтып алдым.
Маған көбірек видео жазып бастау керек. И еще бәріне белсенді өмір сүруге тырыс деп айтудың өзі біртүрлі. Өйткені кейбір адамдарға шынымен қарапайым өмір сүрген ұнайды, ал кейбір адамдарға белсенді болып әртүрлі оқиғаларды, приключения бастан өткерген ұнайды. Бірақ қазір Инстаграм әлемінде өмір сүріп жатқандықтан, әлеуметтік желілер әлемінде өмір сүріп жатқандықтан, адамдардың көбісі белсенді болуға тырысады. Яғни мен 70 елді көріп келдім, мен 80 елде болдым, мен 20 жасымда квартира алдым деген сияқты. Бұның барлығы тек белсенді іс-әрекеттер арқылы ғана сондай нәтижеге жетуге болады. Негізі айтқым келген ол емес еді. Басқа біреулерге ештеңе айтпаймын. Тек өзімнің позициямды таңдағанда мен енді бақылаушы, тыңдаушы позициясында болғым келмейді. Мен өзімнің ойымды айтатын, менің өзімнің ойым бар әрине, бірақ мен оны ортада толық жеткізіп айта бермеймін. Бірақ әрекет еткенде міндетті түрде өзімнің басыма өткен тәжірибеме байланысты, өзімнің алдағы жоспарыма байланысты әрекет етемін. Жұрттың айтқанына қарағанда деп айтайық. Бірақ дегенмен де бұл әлі жеткіліксіз. Әлде де белсендірек болу керек. Солай позиция өзгерту керек. Шын айтайын, мен қорытындыға негізі басқа нәрсе айтқым келген. Уже бәрін ұмытып қалдым. Ол нәрсе маңызды емес болып қалды уже. Сосын, в общем, сол. Все, давайте.